Достар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сын есім тақырыбына тоқталамыз. Жалпы бастапқы сабақтар бізде нөлден басталатын ағылшын тілі болғандықтан барлығына жай тоқтап шығып отырмын. Бұл тек сын есімге бастапқы жай сын есімдерді ғана айтып өтемін. Кейін күрделірек сабақты деңгейіміз кішкене жоғарылаған кезде түсіндіремін. Жалпы сын есім ағылшын тілінде adjective немесе adjectives болады. Заттың түрін, түсін, сипатын, сынын және сапасын білдіреді. Мысалы, теңіз терең дегенді біз deep sea деп айтамыз. Яғни теңіздің терең екендігін сипатын білдіреді. Бастапқы кезде бізге қажет қолданатын жай сын есімдер мыналар: good жақсы, bad жаман, big үлкен, small кішкентай, fast жылдам, slow баяу, new жаңа, old кәрі, young жас. Және мына жердегі суретте сурет ретінде бір-біріне қарама-қарсы антоним сын есімдер көрсетілген. Big, small. Big дегеніміз үлкен болатын болса, small деген кішкентай. Tall дегеніміз үлкен, ұзын болатын болса, short дегеніміз қысқа. Fat деген толық, оған қарама-қарсы thin дегеніміз арық. Slow дегеніміз баяу, яғни мына жерде ұлу баяу болса, fast дегеніміз жылдам, тез жүретін пойыздың суреті. Ары қарай strong дегеніміз мықты, weak деген әлсіз, young дегеніміз жас, old дегеніміз кәрі. Мұнда тағы да сын есімдердің мысалы бар. Суретте көрсетілгендей ұзын адам, ұзын деген tall, қысқа деген short болады. Баяу slow, тасбақа баяу жүреді. Fast дегеніміз жылдам, жолбарыс жылдам жүреді. Тасбақаға қарағанда. Empty, мына жерде бос ыдысты көріп тұрмыз. Empty деген бос. Ал екінші суретте ыдыс толы, шырынға толы, full дейміз. Full дегеніміз толы деген сөз. Келесі beautiful дегеніміз әдемі, ugly деген ұсқынсыз дегенді білдіреді. Бұл жалпы жай сын есімдер, сіздерге керегі тек мынау жай сын есімдерді жазып жаттап алсаңыздар әзірге жеткілікті. Кейін күрделірек бола түскен сайын тағы да қиын түрін жаттаймыз. Тағы бірге қайталап оқып өтейік. Good жақсы, bad жаман, big үлкен, small кішкентай, fast жылдам, slow баяу, new жаңа, old кәрі, ескі, young жас дегенді білдіреді. Қасындағы транскрипциялары, оқылу түрлері. Осы сөздерді жазып жаттау жеткілікті. Бүгінге осымен сын есімдер сабағы тәмам. Жай ғана тоқталып өттік. Ары қарай алдағы сабақтарда күрделі түрлерін, жалпы күрделі грамматикаға өтетін боламыз. Олай болса, келесі сабақта кездескенше see you soon.